Сәлем достар, сіздермен мен Бекзат. Бүгін мен каналымда жаңа видео шығатын болады. Қорқынышты оқиға. Мен достар, бір затты айтайын дегенмін. Менің ВК группама тіркеліп кетіңдер. Сол группада әртүрлі посттар шығып тұрады. Канал туралы, видео туралы және де басқа заттар туралы. Содан кейін тағы да бір зат. Рахмет сіздерге, өйткені мен каналымда біраз уақыттан кейін 1000 подписчик болады. Енді соған да рахмет. Енді осы видео басталады. ВК группаға тіркеліп кетіңдер. Мен жас кезімде кішкентай қалада тұратынмын. Сол қалада өте зиян су болған. Ең басынан мен көршілер сияқты жақын дүкенге баратынмын. Содан кейін бір көршіден естідім, қаланың шетінде құдық бар екенін. Құдықтағы су жақсы болған. Мен аптасына бір рет бутылкаларды алып құдыққа баратынмын. Солай қыс болғанша дейін жүретінмін. Жаңа жыл болмай жатып, менде су бітіп қалған. Мен құдыққа кеткенмін. Сол жерде қар көп және де адам ізі де жоқ болған. Су алуға кеттім. Шелекті түсіріп су алатынмын. Содан кейін бутылкаға қоятынмын. Солай істедім. Мен ойланып тұрдым. Содан кейін бір кезде дауыс шықты. Артқа қарадым. Ешкім жоқ. Жарайды дедім де жұмысыма кірістім. Қайтадан дауыс шықты. Және де ешкім жоқ. Шошып кеттім. Қасымда ешкім жоқ. Содан кейін өзіме қарадым. Менің аяғым сияқты біреудің ізі шыға бастады. Сол іздер қасымда тоқтап қалған. Өте қатты шошып кеткенмін. Содан кейін іздер қасымда пайда бола бастады. Қорыққаннан суды шашып жібердім. Тып-тыныш орманда сол құбыжық айғайлады. Сол құбыжық айғайлады да осы құдықтың қасынан және де мен қасымнан айғайлап кетті. Мен шошып тез көлікке міндім. Суды алмай. Не болғанын білмедім. Білгім де келмейді. Сол кезден кейін құдықты жауып тастаған.